Сәлеметсіздер ме? Бұл мен Машур Арина Енішжанқызы. Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Сұңқар ауылы, Сұңқар орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімімін. Және де жас маманмын. Қазіргі білім беру жүйесі үздіксіз жаңарып жатқан заманда мұғалімнің басты міндеті оқыту әдісін заманға сай өзгертіп, оқушының қызығушылығын бейімдеу. Және бұл менің тәп-тәтті, сүп-сүйкімді алғашқы шәкірттерім. Олар сондай оқуға құштар және де әртүрлі іс-шараларға белсене араласып, белсене қатысып отырады. Сол белсене қатысқан оқушыларымды сөндіріп алмау үшін мен білім класс платформасының да білім ленд, ай-тест, ай-мектеп платформасын пайдаланып келемін. 2024-2025 оқу жылының екінші жартыжылдығынан бастап біз білім класс платформасымен жұмыс жасап келеміз. Бұл білім класс платформасының жұмыстары өте ыңғайлы және де оның ішінде білім ленд, ай-тест, ай-мектеп платформасымен жұмыс жасау үстіндеміз. Білім класс заманауи білім беру мен технологиясыны тиімді біріктіретін орта. Мұнда оқушылар тапсырмаларды өз бетімен орындай алады. Ал мен мұғалім ретінде олардың нәтижесін байқап, саралап, дер кезінде кері байланыс беремін. Платформаның статистика бөлімі арқылы әр оқушының даму динамикасын көруге болады. Бұл білім сапасын арттыратын өте маңызды құрал. Сонымен қатар мен сабақтарымда білім ленд, ай-тест, ай-мектеп платформаларында пайдаланамын. Әр қайсысының өзіндік ерекшеліктері бар. Білім ленд анимациялық видеолар мен жаттығулар арқылы теорияны оңай түсіндіруге көмектеседі. Ай-тест бақылау жұмыстарын автоматты түрде өткізуге тиімді. Енді ай-мектеп бастауыш сынып оқушыларына арналған қызықты тапсырмаларымен ерекшеленеді. Цифрлық ресурстардың арқасында мен әр оқушымның оқу стиліне сай жеке жұмыс жүргізе аламын. Біреуіне визуалды тапсырма тиімді болса, екіншісіне тесттік жұмыс немесе ойын түріндегі жаттығу оң әсер етеді. Мұндай платформалар оқушылардың өз бетінше жұмыс істеу дағдысын қалыптастырады, білімге деген қызығушылығын арттырады. Жаңашыл мұғалім болу бұл үнемі ізденіс пен тәжірибе. Мен өзімнің цифрлық сауаттылығымды арттырып, әр сабақты қызықты әрі нәтижелі етуге тырысамын. Себебі бүгінгі оқушы цифрлық дәуірдің өкілі. Сондықтан да менің мақсатым осы ұрпаққа заманауи сапалы білім беру. Мен білім класс платформасын белсенді қолданатын жаңашыл мұғалім.